Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, және лайк басып қойыңыздар. Бүгін мен сіздерге сәбізді рулет рецептін ұсынмақшымын. Ең алдымен сәбізді тазалап жуып алып, оны ұсақ үккіштен өткізіп аламыз барлығын. Үккіштен өткізілген сәбізімізді сары май және сұйық майды құйып, отқа 15 минуттай жұмсарғанша пісіріп аламыз. Сәбізімізге бұрыш және тұз қосуға болады. Жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп алып, миксерлейміз. Жұмыртқаның ағын дайын болғанын тексеру үшін біздер ыдысымызды төмен қарай төңкерген кезде ол ақпау керек. Енді жұмыртқаның сарысын сәбізді қоспамызға қосамыз. Араластырып, жұмыртқаның ағына қосамыз. Дайын қоспамызды противенге пергаментті қағазды жайып, соған құямыз. Біркелкі қылып жағып шығамыз. Дайын сәбізді қоспамызды духовкаға салып пісіріп аламыз. Одан кейін суытып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған сүзбелі ірімшік пен укропты араластырамыз. Аскөкті яғни. Жақсылап араластырып, сәбізді рулетіміз жаймасы суығаннан кейін соған біркелкі қылып жағып шығамыз да бүктейміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және әдемі болып шығады. Әрбір дастарханның сәнін келтіреді. Жеген адамды таң қалдырады. Дәмі сондай воздушный болады.